Сәлем достар, бүгін мен сіздерге прокрастинация жайында айтпақшымын. Прокрастинация қазақ тіліне аударғанда істі кейінге қалдыру. Жалпы прокрастинация дегеніміз не? Прокрастинация бұл маңызы бар істерді кейінге шегеру. Және де көп адамдар прокрастинацияны еріншектікпен шатыстырып алып жатады. Бірақ екеуінің айырмашылығы бар және де орасан зор. Прокрастинация психологиялық тұрғыдан алатын болсақ, бұл егерде істерді кейінге қалдыра беретін болсақ, бұл да бір психологиялық проблема түріне жатқызуға болады. Тағы бір қызық жай, Ұлыбритания елінде 1 наурыз күнін прокрастинацияны қолдаушылар күні болып табылады. Бұл елдегілер прокрастинацияны именно қолдаушылар дұрыс деп санайды, және де осы арқылы мидың демалтамыз және де бүгінгі күнмен өмір сүреміз деген қағиданы ұстанады. Ал сол елде прокрастинацияға қарсылар оны 14 қаңтар күні тойлайды. Олардың пайымдауынша прокрастинация бұл дұрыс емес. Бүгінгі күнмен өмір сүру арқылы барлық маңызды істерді бітіруіміз тиіс деген ұрандарды ұстанады. Ғалымдардың айтуы бойынша жұмыста іш пысып жүріліс жасау дұрысырақ, бірақ бұл нәрсені ұлғайта беретін болсақ, ол прокрастинация, яғни жұмысты кейінге қалдыру процесін, проблемасын ұлғайта береді. Мысалы, тәжірибелерге сүйенетін болсақ, прокрастинатор адам, яғни прокрастинацияға себеп салдары бар адамды прокрастинатор деп атауға болады. Ол адамның жалақысы аз болады, және де бір қызығы өмірді, басқа да мәселелерді уайымдап қайғырады, және де олар көп ауруға шалдыға береді. Енді кейінге қалдыру мен еріншектіктің айырмашылығына тоқтала кетсек. Жалпы еріншектік деген ол ештеңені істемеу, ештеңе істеуге құлқы болмау. Жай адам еріншектік кезінде жай диванда жатып демалады, немесе ұйықтайды. Еріншектіктің бір белгісі. Ал прокрастинация, яғни кейінге қалдыру, бұнда адам белгілі бір маңызы бар нәрсені жасамайды, бірақ энергиясы басқа істі жасауға, яғни теледидар көруге, уақыттың энергиясын бос өткізуге құлқысы бар адам. Және де перфекционист адамдардың жиі прокрастинацияға шалдығатынын білеміз. Өздеріңіз білесіздер, перфекционист деген ол белгілі бір нәрсені 100% идеалды түрге жеткізем, идеалды түрде көрсетем деген адамдарды айтуға болады. Жалпы қарап отырсақ, өмірде ешқандай идеалды адам, идеалды нәрсе деген жоқ. Қай техника болмасын, ақаулықтар болады, бренд техника болмасын, ақаулықтар болады. Содан өзімізге тұжырымдама жасауымызға болады. Бірде ешқандай да идеалды нәрсе жоқ. Идеалды нәрсеге жеткізем деп сол адам прокрастинацияға ұшырайды, яғни сол идеалды нәрсеге жеткізем деп бүкіл нәрсесін, бүкіл энергиясын соған жұмсайды. Біріншіден уақытын жұмсап алады сол идеалды тұрғаға жеткізем деп. Содан кейін оның мотивациясы, жаңағыдай қызығушылығы, сол жұмысқа деген қызығушылығы сөніп қалады. Выгорание, күйіп жануға әкеледі. Психологиялық проблемаларына көп ұшырайды. Кейінге қалдыру себептері, салдарлары туралы айта кететін болсақ, жалпы кейінге қалдыру себептері, мысалға жұмыс істейікші, жұмыс бойынша бизнесте кейінге қалдыру себептері, салдарлары. Мысалға мен өзім жұмыс жасадым. Сол кездерде біздерге өзіміздің бастықтарымыз болады, белгілі бір тапсырманы береді. Сіз осы уақыт аралығында, осы күні, например, маған дүйсенбі күні жұмысты береді, сенбіге дейін осы жұмысты аяқтап бітіріп бер деген дедлайнмен. Бұл кезде не істейді? Менің миым сол дедлайн деген сөздің сенбі күні бітіріп берсең болады дегенді установка ретінде қабылдап алады. Оған үйренген менің миым, ой, уақыт бар, әлі
орындайсың деген, одан да басқа там уақытыңды басқа нәрсеге өткіз, бітіресің ғой деген сияқты мида установкалар пайда бола бастайды. Кейінге қалдыруға, осы кезден бастап кейінге қалдыруға шалдықпас үшін қазір осы себеп салдарынан кейін қалай құтылуға болатын жолдарын айтып кетемін. Мысалға, оқу, университетте болсын, мектепте болсын, өздеріңіз білесіздер, үйге тапсырмалар береді. Үйге тапсырмалар бергенде, мысалға математика сабақтары күндегісі болады. 5 күн болатын болса, 5 күн ішінде математика сабағы болады. Онда күнде тапсырма береді. Және де көп оқушылар оны кейінге қалдырады да, оқу үлгерімі төмендейді, оқу сапасы төмендейді. Содан кейін ол пәнге деген қызығушылығы түсе бастайды. Оқу сапасы, оқу үлгерімі төмендегендіктен бала 3-ке шығады, оқудың ең төменгісі деңгейінде болады. Сол кезде, мысалға, сол кезде уақытылы орындап тастаса, сол бала 5-ке шығатын мүмкіндігі бар. Жалпы адамның организмі, адамдар бір деңгейде болып жаратылады. Бірақ жаңағыдай осындай кейінге қалдыру факторлары, перфекционизм, тағы да басқа факторлар бәрі шоғырланғаннан кейін адамның өз-өзін жоғалтып ала бастайды. Самооценкасы, өзін-өзі белсенділігі төмендей бастайды. Бұл бізде балалық кезімізден қалыптасқан нәрсе, кейінге қалдыру. Кейінге қалдыру арқылы біз өміріміздің жаңағыдай мектеп кезінде үздік бітіретін мүмкіншіліктеріміз болды, бірақ біз соны пайдалана алмадық. Себебі неге? Бүкіл тапсырманы, үй тапсырмаларын кейінге қалдырып, және де соған өзіміздің миымыз, денеміз үйренді де, соны нормально деп қабылдап, деңгейге жеткіземіз. Кейінге қалдырумен қалай күресеміз? Бірінші, жоспарлау, яғни күнімізді жоспарлауымыз керек. Жоспарлаған кезде маңызды деген тапсырмаларды жазып алуымыз керек. Ұсақ тапсырмаларды, ұсақ күнделікті орындайтын жұмыстарымызды жазып алуымыз керек. Бұл жерде ең кішкентайынан бастау керек. Жұмыстардың ең уақыт аз жұмсайтын, энергияны аз жұмсайтын жұмыстарды жасау арқылы үлкен жұмысқа қарата өсеміз. Дедлайн деген нәрсеге тоқтала кетейін. Сол жұмысты менің миым сенбі күні бітіресің деп қабылдап алдым. Одан кейін менің миым сол установкамен жүре береді. Дедлайнға жақындағанда мен ол жұмысты аламын да пятница күні жұмыс жасай бастаймын. Үлгере алмаймын, түнімен жұмыс жасаймын. Бір жағынан ұйқымның режимін бұзамын, бір жағынан бүкіл энергиям соған жұмсаймын, бір жағынан барлығын соған жұмсағандықтан менде выгоранияға шалдығамын. Яғни күйіп жану, оған деген қызығушылықтың төмендеп түсіп кетуі. Ол жұмысты сол дедлайнмен бітіремін, бірақ кейін ол жұмысқа деген отвращение пайда болады, көргім келмейтін деңгейге дейін жетеді. Сондай деңгейге жеткізбес үшін міндетті түрде жоспарлап, міндетті түрде сол 5 күнге бөлсеңіз, уақытылы жартысын бүгін бірінші күн осы жартысын орындаймын, екінші күн осы жартысын орындаймын деген сияқты жоспарларыңыз болатын болса, онда сіз міндетті түрде дедлайнға дейін выгораниясыз, себеп салдарсыз уақытылы үлгересіз. Кейбір адамдарда білет, бар, міндетті жоспармен жүреді. Сол жоспарлардың арқасында бәрін үлгеріп отырады. Ешқандай да психологиялық проблемаларға ұшырамайды. Оны жасау біздің де қолымыздан келеді, бірақ біз оны жасамаймыз, кейінге қалдырамыз. Одан еріншектік фактор, одан басқа да нәрселерге уақытымызды өткіземіз. Екінші, бізде қарапайым мақсаттар. Мақсаттарсыз, алдымызда мақсатымыз болмаса, белгілі бір жұмыстарды орындаудың өзі мүмкін емес, келісемін. Сондықтан да алдымызға мақсаттар қоюымыз керек. Мақсаттар болмайтын болса, онда біздің жұмыс жасау деңгейіміз де төмен болады. Мысалы, былай айтудың орнына, мен ағылшын тілін оқып үйренемін дегеннен көрі, мысалы мақсат, мен ағылшын тілін үйренемін деген мақсат, немесе мен көлік жүргізіп үйренемін деген сияқты мақсат бар. Бірақ соның орындау барысында сіздің жаңағыдай ерік жігеріңіз басылып қала береді. Себебі сізде дұрыс мақсат қойылмаған. Жаңағыдай үйренемін деген мақсаттың орнына мен күнделікті 20 бет болсын, 1 беттен болсын ағылшынша үй тапсырмаларын орындаймын. 5-10 сөз болса да күнделікті жаттаймын. Ағылшынша фильмдер көремін, ағылшынша подкасттар тыңдаймын деген сияқты
нәрселер болатын болса, онда мақсаттарыңыздың айқын көрінетіні, яғни миымыздың сол мақсатқа жетудегі шынайы екендігін көре алатындай болу керек. Яғни бұл кезде біз миды алдаймыз сондай мақсаттар арқылы, сонда ғана біз жетістіктерге жете бастаймыз. Екінші, жаңағыдай көлік айдау туралы мақсатымыз болса, ол үшін де тек көлік айдап қарау керек емес, право, яғни мемлекеттік куәлік алу үшін, жүргізуші куәлігін алу үшін теория да керек та, практикамен қоса теория да керек. Ал теорияға жету үшін, егер күнделікті сол 5 тапсырмадан 5 жаңағыдай қызықты ақпараттар оқи бастасаңыз, сіздің мақсатыңызға жете бастайсыз. Яғни жоспарыңыз анық болу керек, мақсаттарыңыз анық болу керек. Мен көлік жүргізіп айдап үйренемін емес, бірінші мақсаттарыңыз, мен теориясын үйренемін, сосын практикасына көшемін деген сияқты, например, екеуін де бірге алып жүремін деген сияқты. Мен күніге 5 тапсырмадан орындаймын деген сияқты. Сонда күнделікті миыңыз үйрене бастайды. Үшінші, алаңдатушы факторлар. Ең маңызды факторлар. Бізде не алаңдатады? Қазіргі заманда біздерде, өздеріңіз білесіздер, әлеуметтік желілер заманы. Бізді алаңдататын факторлар жалпы бірінші өзіміздің ұялы телефонымыз. Мысалға, белгілі бір жұмысты орындап жатырған кезде ұялы телефонымызды дауысын басып қойғанымыз жақсы. Егер де маңызды звоноктар, қоңыраулар түседі десеңіз, онда телефоныңызды басқа бөлмеге қойғаныңыз жөн. Себебі, егер сіздің қасыңызда телефон тұратын болса, оған сіз алаңдай бастайсыз. Сосын да, егер қасында телефон тұрсын десеңіз, онда міндетті түрде айырып қойған жөн. Себебі ол экранға қайта-қайта келеді, әртүрлі бағдарламалардан ақпараттар, сол арқылы қарайын деп, соған алаңдау арқылы сіз өзіңіздің уақытыңызды жоғалта бастайсыз. Ең тиімдісі жалпы барлық өзім қолданатын, қазіргі таңда қолданып жүрген барлық Instagram, WhatsApp, басқа Telegram болсын, басқа да желілерге мен уведомление, яғни хабарлама келмейтін де қойып қойдым. Тек өзім кіріп қарағанда ғана хабарлама келеді, былайынан менде ол жерде блок тұр, яғни алаңдатпайды. Бір жағынан кейбір адамдарды терезенің алдында стол тұратын болса, терезені ашып қойған жағдайда машинаның гуілі, немесе далада шулап жатқан балдардың дауысы, күлкісі, басқа адамдардың сөздері барлығы бөгет жасап алаңдатушы факторлар болуы мүмкін. Сондықтан да ол кезде тереземізді жауып, есігімізді жауып, барлық зейінімізді сол маңызды іске аударғанымыз жөн. Төртінші, бізде 15 минуттық ереже, 15 минут ережесі менің ең жақсы көретін, қазіргі таңда қолданып жүрген ережелерімнің бірі. Менде де прокрастинацияға, яғни кейінге қалдыруға проблемалар болды. Қазіргі сәтте мен бірақ оны жойып келемін. Оны мен 15 минуттық ережесімен жойып келемін. Өте тиімді. Ең бірінші, сіз өзіңізге жоспар құрып аласыз, қандай тапсырмалар сізге маңызды. Сол тапсырмаларды небәрі 15 минут қана орындайсыз. Болды. Мысалға, сіз ағылшын тілін үйренгіңіз келсе, 15 минут қана бөлесіз. 1 сағат болатын болса, 1 сағаттың 15 минутын тек қана ағылшынға бөлесіз. Келесі 15 минутын жұмысыңыз бойынша болатын болса, например, есеп-шот жіберу деген сияқты, оған да 15 минут арнайсыз. Қай жерден солай бітпей қалды ма сол тапсырма, сол бойында тастап қалдырып қоясыз. Кейіннен келесі сағатқа дейін, мысалға 1 сағаттың ішінде 15 минуттан 4 тапсырма, 4 жұмыс орындап болуға болады. Келесі сағат туындағанда қайтадан сол біткен жерімізден қайтадан жалғастырамыз. Бұл біріншіден біздің қызығушылығымызды сөндірмейді, ешқандай выгорание, күйіп жануға шалдықтырмайды. Бұл өте тиімді. Қызығыңыз ешқандай кетпейді, выгорание болмайды, барлығы да нормальды состояниеде тұрады. Бұл өте тиімді және өте пайдалы бір лайфхак десем де болады. Мен соны қолданамын, сол арқылы тиімді жұмыс жасап келемін. Келесі біздерде процестің рахаты дейді. Бұл жерде бір жұмысты бір нәрсемен байланыстыру. Яғни сіз жұмыс жасап жатсаңыз, көңіл күйіңізді көтеру үшін сіз музыка қосып алуыңызға болады. Ноутбук немесе телефон болса, немесе бір радио қабылдағыш болса, соны қосып қоясыз.
музыкамен сіз тиімді жұмыс жасай аласыз. Ырғақты музыка, жай музыка болсын, немесе би музыкасы болсын, кейбір кездер қазір жаңадан шығып жатыр, медитация жасайтын музыкалар сияқты жайлы сондай музыкалармен сізде тиімді жұмыс жасай аласыз. Мысалға, егер сіз тамақ жасауды жақсы көретін болсаңыз, соны видеоға түсіру арқылы қызықтырақ ретінде жұмыс жасауыңыз болады. Үй жинау жұмыстарында спортпен байланыстырып, сол арқылы қызықтырақ ретінде процесті басқа процеспен байланыстыру арқылы еш қызығушылығыңызды жойдырмау мәселесі осындай нәрселерді қолдауыңызға болады. Мотивация жігерлендіруші. Мотивация болмайтын болса, белгілі бір жұмыстарды орындаудың өзі қиынығырақ, келсем. Мен жалпы мотивацияны қалай аламын? Белгілі бір менің мақсаттарым бар. Кейбір кездері енді шаршайсың, бір жағынан бастап кетасың да осындай кейінге қалдыру процестері, немесе аяқсыз қалдыру процестері болып жатады. Сол кездерде мен басқа адамдардан қуат аламын десем де болады. Басқа адамдардың желілерге тіркеліп қойған сол адамдарды көріп, менде мотивация аламын, менде күш қуат аламын, соларға қарап мен де талпынамын, алға жылжимын. Соның бәрі маған көмектеседі, мотивация береді. Онсыз менде білмеймін, басқа адамдардан может басқаша бір мотивация алатын шығар. Менің өзімде сондай мотивация аламын, мен де сондай деңгейге жеткім келеді, менің де сондай бір дәрежелі жақсы адам болғым келеді деген сияқты өзінде бір мотивация болатын болса, сол арқылы әртүрлі болуы мүмкін мотивация. Басқа адам бір ағылшын тілін мұғалім болуы мүмкін, репетитор болуы мүмкін. Соған қызығу арқылы мен де осындай видео түсіргім келеді, мен де осындай жақсы репетитор, мұғалім болуым келеді деген мотивацияларды жігерлендіріп тұру керек. Және де мотивациялық өлеңдер, мотивациялық фильмдер көрген дұрыс бұл кездерде жігерлендіретін. Мен өзім жақсы көретін фильмдерімнің бірі, мотивациялардың «Дьявол носит Прада». Мен жақсы көретін фильмдердің бірі «Король Ричард». Өте керемет фильм. Мультфильмдерді жақсы көремін. «Душа» деген мультфильм бар, өздеріңіз білесіздер. «Зверопой», коала жайындағы. Оның деңгейі қалай жетті, қалай тоқтаған жоқ, қалай ешқандай кедергілерге берілген жоқ, соның барлығы мотивация беретін мәселелер. Сондықтан да желіге де сондай адамдарға тіркелген жөн. Менде басқа социалды пабликтер жоқ, жаңалықтар беретін публикация жоқ. Менде өзіме қызықты нәрселер, сол қызықты мотивация беретін адамдар, әншілерден бір өзімнің сүйікті әншілерім, телевидениеге қатысты, тағы да музыкаға, басқа бір нәрселерге қатысты нәрселер болды. Басқа жаңалықтарды, жолдай пресса, басқа да прессаларға мен ешқандай тіркелгенім жоқ. Біріншіден ол менің уақытым болады, уақытымды ұрлайды. Оған қызығып батып кеткеннен кейін, және де өмірімді мен жаман негативті нәрселермен ластаймын. Андай негативті нәрселермен ластағым келмейді. Сондықтан да мен оларға тіркелгенім жоқ. Тіркелсем де, егер де арғата қызық емес болып кететін болса, мен ол адамнан отписка жасап тастаймын. Себебі мен қызық дальше будущее дейді, жарқын болашақты көріп тұрғаным жоқ. Сондықтан да мен адамнан отписка жасап тіркеуден шығып кетемін. Осындай нәрселерден мотивация алуыңыз мүмкін. Кейбір адамдар үйіндегілерден мотивация алып жатады, ағасынан, әпкесінен, мамасынан, папасынан деген сияқты. Сондықтан да мотивация алу бұл ең маңызды факторлар. Жетінші, сәтсіздікке ұшыраудан қорықпау. Белгілі бір нәрсені бастаған кезде әрқашанда сәтсіздіктер болады. Ең басты сәтсіздікті біздің миымыздағы установкалар. Егер миымыздағы установкалар жоятын болсақ, бізді сәтті нәрселер күтіп тұрады. Ең бірінші установканы айтайын, адамдардың сөздері. Ана адам не дейді, мына адам не дейді деген сияқты бізде стереотиптер қалыптасып қалған. Басқа бір адам үшін өмір сүру бұл дұрыс емес. Біз бірінші өзіміз үшін өмір сүруіміз керек. Өмір өзіміздікі, және де ешкім бізге ақша да, басқа да нәрселер тауып бермейді. Бізді алға ешкім талпындырмайды. Өзіміз талпынбасақ, ешкімді талпындырмайды. Міне нағыз мотивация. Өзіңізді өзіңіз талпындырасыз. Басқа адам сізді ешқашанда талпындырмайды. Есіңізде болсын. Сол арқылы сіз сәтсіздіктерден аулақ боласыз. Ең бірінші біздерде сол жұрт не дейді. Жұрт айта береді, осыған да айтқан, кейін де айта береді. Сондықтан жұрттың сөзіне мән бермеңіздер.
жанарды қалғанның әні бар ғой, айта берсін жұрт, айта берсін деген сияқты. Сол айта берсін адамдар. Сондықтан да одан қорықпаймыз. Тағы бір мәселелер болады, мида установкалар, қорқыныштар. Может, одан ақша шықпайтын шығар, может, бір бизнес бастайсыз, одан мен ұта алмайтын шығармын, мен одан тағы да бір нәрсені істемейтін шығармын деген сияқты. Бұл барлығы мидағы установкалар. Ол установкалардың бәрін жою керек. Сол арқылы алда сәттілік күтіп тұрған көресіз. Бәрін жайлап, жаймен бастау керек. Жаймен 15 минуттан деп айттым. 15 минуттан солай жұмыстана бастасаңыз, сонда сіз жақсы деңгейлі жетістікке жетесіз. Сәтсіздіктер әрқашанда ең біріншісінде, ең басламада сәтсіздіктер болады міндетті түрде. Бірден лоп етіп ешкім байып кеткен жоқ. Бірден лоп етіп атақты не деген болған жоқ. Барлығы да қиындықпен, бастамасында осындай қиындықтармен болады. Сондықтан да ары қарайда сол қиындықтарды жеңіп мақсатқа жету үшін бірталай күш керек, бірталай деңгейді еңсеру керек. Сондықтан да әрбір сәтсіздіктің артында сәтті нәрсе тұрғанын ұмытпайық. 8-ші бізде өзімізді бағалап марапаттау дейді. Белгілі бір жұмысты, аңызды жұмысты бітіргеннен кейін өзіңізді марапаттап тұрыңыз. Жақсы сөздер айтыңыз. Сен қандай кереметсің? Аффирмация дейді, аффирмациялармен жұмыс жасап тұруға болады. Сен қандай кереметсің? Уақытылы жұмысыңды бітірдің, жарайсың деген сияқты. Немесе өзіңізге бір шоколад алып, тәтті қалаған шоколадыңызды алып, немесе мороженыймен өзіңізді баулуыңызға болады. Немесе тағы бір сусындар болсын, немесе кітаптар жазылуы мүмкін. Сол сияқты өзіңізді сол бір маңызды істі бітіргеннен кейін марапаттасаңыз, сол нәрселермен мотивация деңгейіңіз, өзіңізге сенімділік деңгейіңіздің бәрі арта береді. Соның арқасында кейінге қалдыру процестерін жоя бастайсыз. Кейінге қалдырмайсыз ешқашанда. Деңгейіңіз өсе бастайды. Сондықтан да әрқашанда марапаттап тұрыңыз өзіңізді. Қандай кереметсің деп. Жұмысты уақытылы бітірдің, жарайсың деген сияқты. Бәрімізге бүкіл жұмысты орындауымызға күш жігеріміз жетеді. Бастағы установканың арқасында кейінге қалдырамыз, сылтауларымыз көбейіп кетеді. Сондықтан да ол келіспейді. Сөздерімді осылай қорытындылай келе сіздерге айта кетейін дегенім, бүгін істей алатын істі кейінге қалдырмаңыз. Жалпы Аллах тағала өзі біздерге күш қуаттың бәрінде бірдей қылып берді. Қолымызды, құлағымызды, көзімізді бәрінде де бірдей қылып берді. Миымыздың деңгейі де, көлемі де бәрінде де бірдей. Тек жұмыстануымыз керек, алға жылжуымыз керек. Жаңағыда мидағы артық қоқыстардың бәрін жұмыстану керек. Кейінге қалдыру процесінде сылтаулар көп болады. Ой, менің басым ауырып тұр. Ой, мен тамағым ауырып тұр. Ой, мен тағы бірдеме. Ой, мен тағы былай. Мен ақ көйлегім көк көйлек болып кетті, тағы да сол, мынау деген сылтаулар көп. Бірақ өзіңіздің алдыңызда мақсатыңыз болса, бұл кедергі емес. Сылтауларды жеңе білу керек. Сәл жаймен жұмыстану арқылы өзіңіздің деңгейіңізді көтеруіңіз керексіз. Сізден басқа ешкім деңгейіңізді көтермейді. Сіз өзіңізге, тек қана өзіңізге керексіз. Өзіңіздің істіңізді істейтін өзіңіз. Басқасы біреу сіздің істіңізді істеп бермейді. Сондықтан да ісіңізді кейінге ешқашанда қалдырмаңыз. Бүгін жасалатын істі бүгін жасап міндетті түрде бітіріңіз. Содан кейін маңызды жұмысты бітіріп болғаннан кейін сіз рахаттанып өмір сүре аласыз. Өзіңізді марапаттай аласыз. Міне жақсы жұмыс жасадың, міне саған мороженое деген сияқты. Неге бізде бала кезімізде осындай марапаттаулар болады да? Мен көп көрем, жалпы қазіргі таңда да көріп жатырмын. Баламны марапаттап мороженое береді, тағы бірдеме береді. Сол арқылы баланың кейінге қалдырмау процесін адамда дамытпайды. Бұл нағыз дұрыс нәрсе. Айтады, ойыншықтар жинап тастасаң, саған 10 теңге беремін, сағыз аласың деген сияқты. Сондай нәрселер арқылы біз кейінге қалдырмау процесін жоямыз. Егер де менің бүгінгі видеом ұнаса, менің арнама, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Басқа да видеолар салып отырамын. Және тағамдар туралы видеоларым бар. Солардың барлығында менің каналымнан көре аласыз. Видео ұнаса лайк басып кетіңіздер. Менің алдағы жақсы видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңырау батырмасын бассаңыз өте керемет болады. Егер де тағы да басқа
психологиялық проблемаларды білгіңіз келсе комментарийға жазып кетіңіздер. Сол жерде мен көрем, соған мен ақпараттар өзімнің білген түйгендерімді жинап сіздерге осылай видео ретінде түсіріп сіздерге жолдаймын. Және де бүгінгі істі кейінге қалдырмаңыздар. Кейінге қалдыру процесін бірге жояйық. 15 минут технологиясын міндетті түрде өмірімізде қолданайық. Жақсы, аман болыңыздар.